Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте витаминге бай, дәмді болып шығатын брокколи және де түсті қырыққабат қосылған салатымызды дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазіргі көктем мезгіліне арналған өте дәмді салаттардың бірі, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға брокколи және түсті қырыққабаттарымызды 5-7 минутта қайнатып алатын боламыз. Су қайнаған кезде бір ас қасықпен тұзын салып жібереміз. Сосын ыдысымызға 2 дана тазартылған сәбізімізді теркадан біркелкі етіп өткізіп аламын. Сәбізімізді осылай теркадан өткізіп болғаннан соң, келесі орам жапырағымызды да кез келген көлемде өзіміздің салатымызға ыңғайлап турап алатын боламыз. Менде осылай кусоктарға бөліп турап алдым. Сәбізбен осылай орам жапырақтарымызды турап болғаннан соң, 1 чай қасықпен тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап, мыжғылап, осылай бөлме температурасында бетін жауып қалдыратын боламын. Келесі бізде осылай 2 дана қиярымызды да өзіміздің кез келген бөлектерге бөліп, салатымызға ыңғайластырып, кесіп, барлығын дұрыстап турап аламын. Менде осылай 2 дана қияр және де 2 дана қызанақты жақсылап турап алдым. Қызанақ пен қиярымызды жақсылап осылай бөлектерге бөліп турап болғаннан соң, келесі бізде осылай светофор тәтті бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Осылай менде барлығы көп қажет емес. Осылай жарытқаны бөлектерін алып қолданатын боламыз. Светофор тәтті бұрыштарымызды өзіміздің қалауымыз бойынша осылай бөлектерге соломка түрінде турап алған әдемі көрінеді салатта. Мен осылай жақсылап барлығын турап дайындап алдым. Бұл бізде салатымыздың өңін ашып әдемі етіп тұрады және де витаминдерге бай. Келесі біздің салатымыздың дәмін кіргізетін көкшөптеріміз, петрушка мен укропты жақсылап жуып алдым. Жуып алғаннан соң майдалап бөлектерге бөліп салатыма қосатын боламын. Бұл аскөктер біздің салатымыздың дәмін кіргізетін болады. Брокколи мен түсті қырыққабаттарымызды осылай қайнатып алғаннан соң, салқын суға салып, кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан соң, осылай салатымызға жегенге ыңғайлы етіп, бөлектерге бөліп, кесіп дайындап аламын. Бұл салат осы брокколи және түсті қырыққабаттармен өте керемет үйлесім табады, дәмі де керемет болып шығады, витаминге бай, керемет салаттардың бірі болады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығады. Барлығын салып болғаннан соң, соңында 2 немесе 3 дана чесногымызды да үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Біздің салатымыздың дәмін одан сайын керемет етіп шығады.
Келесі 2 ас қасықпен оливковый масло қосамыз, және де мен осылай чим-чимнің дәмдеуіштерін қосып, жақсылап салатымды араластырып, тоңазытқышта 5-10 минутқа қалдырамын. Дайын болған салатымызды дастарханымызға ұсынатын боламыз. Кез келген той, жиын, мерекелік кештерге өте керемет салат, және де үйде жасап көргенге өте керемет пайдалы салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Витаминге бай, нағыз дәруменді салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің парақшам пайдалы, көптеген тәтті және де тағамдардың рецептерін таба аласыздар. Бұл салатты қазіргі көктем мезгіліне арналған нағыз витаминге бай салаттың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, керемет, дәмді болып шығатын мерекелік салаттардың бірі фунчоза салатын дайындаймыз. Салат өте дәмді және де тойымды болып келеді. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Ең алдымен біз осылай фунчозамызды дайын күйін қайнап тұрған ыстық суымызда 5-10 минутқа қалдырып алдым. Біздегі ыстық су үстін толықтай басып тұруы қажет, және де бетін жауып қалдырамын. Қалауымызға қарай сиыр етін немесе жылқы етін, кез келген еттің түрін қолдансаңыздар болады. Менде жылқы еттерін ұзынша етіп, барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызда әдемі болып көрінеді, және де жегенге де өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Турап алғаннан соң қызып тұрған майымызда табамызға қуырып пісіріп аламын. Сонымен қатар фунчоза салатына светофор тәтті бұрыштарымды да қолдандым. Қызыл, жасыл, сары түстерін қолдануға болады. Бізде салатымыздың реңін ашып әдемі көрінеді. Табамызға оливковый масло майын қолдандым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша күнбағыс майын да қолдануға болады. Кез келген майдың түрін қолдануға болады. Менде осылай етімді барлығын орташа отта қуырып, жақсылап пісіріп алдым. Пісіріп алғаннан соң соңына қарай етіміз піскеннен кейін барып соя тұздығын үстіне құятын боламын. Көз мөлшермен барлығын жасап алдым. Салатымыздың дәмін одан сайын ашатын біздегі осы жасыл, қызыл, сары тәтті бұрыштарымызды да соломка түрінде турап аламын. Келесі кезекте 2 дана қиярымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызды әдемі етіп көрінеді. Қалауыңызға қарай помидорды да қоссаңыздар болады. Мен 1 дана помидорымды да ішіндегі суларын алып, помидордың сыртқы жағы қатты жерлерін соломка түрінде кесіп алдым. Екі дана сәбізімізді де үкіштен ұзынша етіп өткізіп алдым. Ұзынша етіп өткізіп алғаннан соң етімізден кейін осы сәбізімізді де қуырып алатын боламыз баяу отта. Етімді де жанында қуырып жатырмын. Етімді қуырып жақсылап осылай суы тартылғаннан соң барып, піскеннен соң бізде соя тұздығын қосатын боламыз. Мен көз мөлшерімен қостым. Осылай қосқаннан соң жақсылап араластырып аламыз. Етіміз піскеннен соң барып, артынша сәбіз және де тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярларымыздың барлығын рет-ретмен салып араластырып отырамыз. Етіміз толықтай піскеннен соң артынша үкіштен өткізілген сәбіздерімізді де жақсылап араластырамыз. Бізде баяу отта осылай жақсылап араластыратын боламыз. Артынша тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярды барлығын рет-ретмен салып
араластырамыз. Сонымен қатар дәм беретін 2 дана чесногымызды да үкіштен өткізіп, жақсылап майдалап турап, осылай салатымызға қосатын боламыз. Сонымен қатар салатымыздың дәмін беретін петрушка ас көктерін қосуға болады. Менде майдалап жақсылап турап, осы салаттарыма қосатын боламын. Біздегі асты, газдың асты қатты болмау қажет, орташа немесе баяулатып, бір қалыпты етіп, осылай араластырып отырамыз. Салатымның барлық ас көктерін, көкөністерін барлығын осылай араластырып болдық. Енді біз келесі кезекте фунчозаны ыстық суынан алып, және де салқын суға салып, суынан ажыратып аламыз. Осылай дайын болған фунчозаларымызды қайшының көмегімен бөліп шығатын боламын. Алдын ала бөліп дайындап алдым. Сосын барып осылай ас көктерімізді, көкөністерімізді осылай салатымызға қосып араластырамын. Фунчоза салатына арналған дәмдеуіш заправкамыз чимчимді қосатын боламын. Осылай барлығын қосып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Салатымыз дайын. Осылай 5-10 минутқа тоңазытқышта ұстап, салатымызды ұсынуға болады. Бұл салатты мерекелік дастархандарға, кез келген қонақ күткен кезде де жасалатын салаттардың бірі, өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайын болады және де бір қойғаннан таусылып, желініп кететін салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса және де ұнаған болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды, және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Мен бұл салатты аптасына 1 рет жасап тұрамын. Өте жиымтал салаттардың бірі, және де қонақ келгенде мерекелік дастархандарға осы салатты міндетті түрде дайындаймын. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді және де керемет көрінетін, қонақ келгенде бірден жасай қоятын салаттардың бірі, ананас қосылған мерекелік салаттың рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіз. Ең алдымен консервідегі ананастарымызды майдалап бөлектерге кубик тәріздес етіп турап алдым. Бұл экзотикалық жеміспен өте дәмді болып, ерекше дәмді болып тұрады бұл салатымыз. Сол себепті де бұл салатты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі бізде піскен тауықтың төс еті немесе кез келген тауық еттерін қолдануға болады. Алдын ала осылай жақсылап пісіріп аламыз керегінше. Менде бұл жерде 500 грамм тауық еті осылай майдалап ұсақтарға бөліп, пышақтың көмегімен турап алдым. Салатымызға қарай 3-4 жапырақты осылай салат жапырағын қосатын боламын. Салат жапырақтарын міндетті түрде қолдың көмегімен осылай бөліп, кез келген бөліктерге бөліп аламыз, осылай майдалап. Сосын барып салаттарымызға қосамыз.
Салатымыздың дәмін одан сайын дәмді етіп тұратын бұл бізде жүгері. 70 грамм жүгерімізді қосамыз. Артынша 6-7 дана жаңғақтың бөлектерін қосатын боламыз. Бұл бізде салатымыздың дәмін келтіріп тұрады. Және де 2 дана қайнаған жұмыртқамыз. Піскен жұмыртқаларымызды майдалап, кубик тәріздес етіп турап аламын. Бұл салаттарды мейрамханаларда өте жиі кездестіремін. Өте дәмді болып шығады. Және де бұл салатты өзім жасап көргім келді, және де жасап көрдім. Дәл сол рецептісімен жасадым, және де өте дәмді болып шығады екен. Сол себепті сіздермен рецептісін бөлісіп жатырмын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын салып болғаннан кейін шым-шым майонезімізді де салатымызға қарай саламыз. Салып болғаннан соң шым-шым тұзымызды да салып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Бұл салаттың құрамындағы заттары бір-бірімен өте үйлесімді, және де дәмдері бір-бірімен керемет үйлеседі. Сол себепті бұл салатымыз экзотикалық салаттардың қатарына жататын салаттардың бірі. Салатымыз міне дайын болды. Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып ұсына беруге болады. Бұл салатымызды осылай қалдыруға да болады. Мен бұдан сайын салатымды әдемі көріну үшін бетіне теркадан майдалап үкіштен өткізіп, жұмсақ сырымды бетіне сеуіп істеп шықтым. Достар, егер де бұл рецепт сіздерге пайдалы болса және де ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де астында комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Менің парақшам пайдалы, менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісін бөлісетін боламыз. Астына тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай картоптарымызды жуып, тазалап, үкіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай қуырып, майда қуыратын боламыз. Сарғыш түске енгеннен соң осылай алатын боламыз. Бізде бұл картофель пай, бізде әдемі және де салаттың ішіне қосатын боламыз. Осылай картоптарымыз осылай қызарып және де қытырлақ болып пісуі қажет. Келесі бізде 4-5 дана жұмыртқамызды алып, осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кубик немесе осылай соломка түрінде кесіп дайындап алсаңыздар болады. Артынша 4 қызылшамызды да суға пісіріп қайнатып аламыз. Бұны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап алатын боламыз. Бұл салат өте витаминге бай, сондықтан да міндетті түрде аптасына 1 рет осылай жасап тұрыңыздар. Келесі бізде осылай картофель пайдың жартысын ғана қосатын боламыз. Қалған бөлігін салатымыздың бетін әрлегенге қолданатын боламыз. Және де осылай 200 грамм жүгері қосатын боламыз. Артынша шым-шым тұз және де укропымызды сеуіп араластыратын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң мөлшерінше майонезімізді де қосып араластырып салатымызды ұсынуға дайындайтын боламыз. Міне осылай сіздерде 5 минуттың ішінде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де витаминді салаттардың бірі. Мерекелік дастархандардың кезінде осындай немесе алдағы келе жатқан жаңа жыл мейрамында осы салатты дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізде соңында осылай картофель пайдың қалған бөлігін осылай бетіне әрлеуіне қосатын боламыз. Және де жүгерінің бөліктерін осылай әдемі етіп қоссаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ананас салатын жасайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді және де қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын салаттардың бірі. Ал сіздер менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Бұл салаттың аты ананас болғандықтан құрамында ананас болады. Бізге консервідегі ананас және де 1 дана қияр, жаңғақ және де суға піскен тауық еті қажет. Барлығын пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығын жақсылап біркелкі етіп турап дайындап аламын. Ананас тропикалық жеміс болғандықтан бұл салаттың дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ауызда ерейтіндей, келесі жолы тағы жасап жегілеріңіз кеп тұрады. Сондықтан да 1000 рет көргеннен 1 рет жасап көргендеріңіз абзал. Ананасты күнделікті жиі пайдаланып және де тұрақты қолданып отырсаңыз, ананас көздің көру қабілетін жақсартады. Сонымен қатар ананаста қызыл егіңіз бен тісіңізді қатайтатын С дәрумені болады. Және де іш қату кезінде осы ананастың шырынын ішсеңіз, ас қорыту, зат алмасу процесін жақсартады. Сондықтан да ананасты тұрақты қолданыңыздар. Алдын ала тауық етін суға қайнатып алатын боламыз. Қайнатып алғаннан соң барлығын майдалап бөлектерге бөліп дайындап аламыз. Артынша жаңғағымызды да қосатын боламыз. Жаңғақтарымызды да майдалап жегенге ыңғайлы етіп турап аламыз. Турап болғаннан соң енді ретімен орналастыратын боламыз. Бірінші бізде ең алдымен тауықтың еті майдаланған, барлығын біркелкі етіп өзіміздің кез келген ыдысымызға, тарелкамызға орналастырамыз. Сосын барып артынан майонезді жүргіземіз. Сіздерге кеңес беремін. Кондитерский пакет көмегімен ішіне салып жүргізсеңіздер өте ыңғайлы болады. Артынша бізде дайындап туралып қойған ананастарымызды да салып бір тегіс етіп орналастыратын боламыз.
Бұл салат біздің дастарханымыздың сәнін ашатын және де қалып кетпейтін салаттардың бірі. Сондықтан да дастарханымызға ас мәзіріне осы салатты жасап көріңіздер. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп рет-ретімен салып шығатын боламыз. Арасына майонез жүргізуді ұмытпаңыздар. Артынша бізде жаңғақтан соң жүгері дәндерімізді де бір тегіс етіп жақсылап барлығын рет-ретімен салып шығатын боламыз. Артынан тағы да майонезімізді жүргіземіз. Сосын барып үкіштен өткізілген сырымызды да сеуіп шығатын боламыз. Сырымызды да майдалап, әдемілеп үкіштен өткізіп алыңыздар, әдемі көрінеді салатымызда. Сонымен қатар ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Олар ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод кездеседі. Ананас қан қысымын төмендетуге және де қан тамырларының жақсы жұмыс жасауына ықпал етеді. Сол себепті ағзадағы ас қорыту жүйесіндегі ақаулар пайда болса, бір стакан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер де етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ананас еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Сонымен қатар ананастан жасалған салаттар, десерттер бұл асқазандағы зат алмасу процесін жақсартады. Сол себепті ас мәзірінде ананасты жиі қолданыңыздар. Біз соңында салатымыздың үстіне сырымызды да үкіштен өткізіп осылай әрлейтін боламыз. Бұл салатты одан сайын әдемі көрсету үшін осындай жаңғақтың көмегімен салатымыздың үстіне жан-жағына қойып шығатын боламыз. Сосын жаңғағымыздың бас жағына укропты қойып шығатын боламыз. Бұл ананасымызға ұқсайтындай етіп, дастарханда сәнін әдемі көрсететіндей етіп, ананас салатына ұқсайтындай етіп жасайтын боламыз. Достар, егер де сіздерге бұл салат ұнаса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Олар да міндетті түрде осы салатты жасап көрсін. Бұл салат біздің дастарханымыздың көркін ашатын және де қалып кетпейтін салаттардың бірі. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сонымен қатар ананасты қазіргі көптеген зерттеуші дәрігерлер ананасты жиі және де тұрақты қолданатын болсаңыздар, рак ауруы, қатерлі ісік ауруынан сақтайды деген болжамда. Сондықтан да ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы ол онкологиялық жүрек ауруларында алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналатынын дәлелдеген. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды салаттардың бірі. Сонымен қатар ананас жайлы қызықты деректермен бөлісе кетейін. Ананас жемісі 90% судан, 10% ақуыздан және де аскорбин, лимон қышқылынан, тағамдық талшықтардан тұрады. Жемістің жарты бөлігінде адам ағзасына жарты тәулікке қажет С дәрумені бар. Сонымен қатар Қытай елінде жаңа жыл мейрамында дастархан үстінде ананас жемісі міндетті түрде қойылған. Себебі ананас жемісінің дастарханда тұруы келер жылы сәтті болады деген сенімін білдірген екен. Сондықтан ананасты тұрақты түрде қолданып тұрыңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын.